Қандай сырқаттан результат көрдіңіз? Қашаннан бастап іштіңіз? Қанша банка іштіңіз және не мазалайтын еді сізді денсаулығыңызда жалпы? Менің есімім Бекен ата, Бекнияз, негізі Бекен ата деп кеткен. 19 жыл мен ауыра бастадым, 19 жыл, 20 жыл қатты ауырдым. Мынау бауырымда бір ісік пайда болды. Сол ісікті онкологический неде тексеріп, раковый бір признактар бар деп, олар жаңағы мен сол жерден емдей бастады. Бірақ емдегенде олардың операциясына басқасына көнген жоқпын, олардың несін химия дәрілерін ішіп жүрдім. 22 жылы осы былтыр күзде сол жердегі МРТ-ға түсіріп жүрген жаңа бір медсестра менде бір батпақтан жасалған бір не бар деп, осыны берді. Өзі білмейді ол кісі, бірақ соны енді өзіме көңіліме ұнаған, соны іше бастадым. Бірақ иісі сәл не болды, иісін білмейді ол кісі, қалай ішуді. Оны кейін Ташкенттен ол кісіден біреуін алдым, Ташкенттен үшеуін сатып алдым, 33 мыңнан. Содан кейін осыны ішкеннен кейін басқаша болды. Бүкіл өзімді өзім жақсы болды. Қалай сезіндіңіз? Сезім жақсы болды. Мынау ісік кеткенін білдім біріншіден. Бірақ тексерілген жоқпын, ол 2-3 ай ішейінші деп. Бірақ ана медсестра маған ең кем 3 ай ішті, мен күйеуіме берген еді, қазір қалып кетті. Күйеуім қайтыс болып кетті, ол ақырып тұр ғой деп берген. Бірақ адресін тауып алып Ташкенттен алып жүрдік. Енді бұл батпақтан жасалған білдік. Енді ол жерде де мен консультация алдым Ташкентке барып. Бұл нәрсе осы бауырдағы, бүкіл ағзадағы жаман вирустарды өлтіріп қалпына қояды деп айтты Ташкенттегі. Бірақ қымбаттау болды, мейлі, сонда да Құдай денсаулық берді. 3 айдан кейін мен жаңағы неге бардым, Сызған компаниясына, клиникасына. Клиника бардым, соларға тексердім, полный ақшамен кәдімгідей бүкіл ағзаны. Солардың жаңағы результаты, таңғаларлық результат, ол жерде қан сойылу бар. Қанның ішіндегі вирус еш нәрсе жоқ, бауырда да, бүйректе де еш нәрсе жоқ. Соншалықты жақсы болғанда. Содан бері қарай, ол кезде мен 48 килоға дейін төмендеп кеттім. Өзі негізі 63 килода жүретін тұғым бұрыннан. Қазір салмағым 65, алхамдулилlah, жақсымыз. Содан бері қарай. Қазір енді осы бір апта болды, осы компанияны кездестірдім ғой мен жаңағы. Ричинс компаниясы. Ричинс компаниясы, Фельбегемин, мынау жаңағы осыны қазір осы жерден бәрін алып ішіп жатырмын. Әйелім ішіп жатыр, мен де ішіп жатырмын. Жаңағы әйелімде сахар бар. Сахарына әртүрлі дәрі ішіп жүргеніміз ғой, енді тоқтайтын нәрсеміз ғой. Сахар өзі медицинада жазылмайтын дейді. Уже 10 күн болды ішкенімізге, 18-де тұрған сахар 12-ден көтерілген жоқ. 3 күн болды 12-ден көтерілген жоқ. Енді жайлап түседі деп жатыр енді. Керемет. Алла қаласа. Қазір сол әйел осы 2-3 күн болды, көңіл күйі жақсы да. Күнде андай сахар түскеннен кейін бір жерін жеп атама, бір настроение кетіп қалады. Түнде ұйықтамайтын еді, қазір 2-3 күннен бері жақсы болды. Мынаны бір қатты көп ішкізіп жатыр маған. Жұрттар маған бұл өздеріңіз айтқан 2 рет іш деген, азында ішке. Жоқ, біз жаңағы түстеде ішіп жатырмыз. 3 мезгіл ішіп жатсыздар, иә? 3 мезгіл ішіп жатырмыз, өйткені ол зияны жоқ нәрсе, бұл балшықтан жасалған. Бұның жаңағы сіздерге бұл профессорларды сөйлестік, келіп жүрген Жұмабек Рамазановичпен сөйлестік, жаңағы бас жағымен сөйлескенде бұның несін алдық, біз характеристикасын, бізге бұның ешқандай зияны жоқ, химикат қосылмаған. Бірақ Құдай тағала ұзаққа жасырған нәрсе, жердің ең ұзақ тереңдігінен алынған, содан балшықтан жасалған, таза балшықтан жасалған дәрі. Енді мен бүкіл адамды, бүкіл халыққа, елге айтар едім, егер осыны келіп үйреніп қолданыңыздар, бұны денің ауырмай жатып амал жасау керек. Ауырмаған адам ішуге болады екен да бұны. Мен бала-шағам ішкізілдім ақырында. Жаңа балдарда жөтеліп қалады, не қылады, мынау иммунитеттің төмендігінен. Мынау иммунитетті өте қатты көтереді екен. Өз басында қатты көтерілген соншалық қазір неге тренажерный залға барамын, бассейнге барамын. Былтыр қайбір жыл ауырғанда мен төсектен жатып тұра алмай қаламын. Өйткені врачтардың өзі де айтқан, болды, операция не химия жасаймыз, болмаса ары кетіп қаласың. Алхамдулилlah, Құдай өмір берген. Көп рахмет, денсаулығыңыз ұзақ ғұмыр берсін Алла, денсаулығыңыз мықты болсын, Бекен атай, рахмет.